Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге Алишер Накнави каналы. Бүгін біз өзіміздің көптен күткен YouTube курсымызды бастайтын боламыз. Жаңадан келгендер, Instagram'дан келгендер, YouTube'дан келгендер, барлықтарына қош келдіңіздер. Енді бүгін біз өзіміздің көптен күткен YouTube курсымызды, тегін мини курсымызды бастаймыз. 2023 жылғы айына YouTube'дан 300 мың теңге табыс табу үшін не істеу қажет атты тегін мини курсыма қош келдіңіздер. Алдын ала айта кетейін, бұл жерде өте құнды нәрсе айтылады. Мен қазіргі уақытта 11 каналмен жұмыс жасап, айына миллион теңге табыс тауып жатырмын. Видеоны соңына дейін көріңіздер, тегін мини курс 2 сабақ болатын болады. Мини курста қараңыздар, мини курста ютубер болу үшін жасау керек 4 нәрсе туралы айтылатын болады. Екіншісі, ютубтың ережелерімен танысу. Яғни қандай ереже бар, нені істеуге болады, нені істемеуге болады, осылардың бәрімен танысатын боласыздар. Үшіншісі, дұрыс YouTube канал ашу. Қазір ойбай ютуберлер қаптап кетті ғой, мынандай қылып аш, анандай аш деп та, нақты қалай ашу қажет, алдағы уақытта проблема болмау үшін нені толтыру қажет, осылардың бәрін айтатын боламыз. Достар, ең маңызды нәрсені айтып кетейін. Тегін мини курсты соңына дейін көрген кісілерге мен осы кітапшаны беретін болам. YouTube арнаны ашудағы 8 құпия, бағасы 10 мың теңге тұрады, бірақ мини курсты соңына дейін көрген кісілерге 0 теңге, яғни бесплатно беретін болам. Сол үшін тегін мини курсты соңына дейін көріп, осы кітапшаны алып кетіңіз. Қош, сау болыңыз. Үшіншісі, енді достар қараңыздар, мини курс 2 сабақ болады деп айттым сіздерге. Мини курстың соңында 0-ден YouTube канал ашып табысты болуды, және де монетизация қосып айына тұрақты табысқа шығуды, және YouTube'дан көп ақша табуды үйрететін боламыз. Сол үшін сіздерді ютубер бол атты курсыма шақыратын боламын. Жалғастырайық. Мен кіммін? Жалпы осыны айтып кетейін сіздерге. Алишер, YouTube арқылы айына миллион теңге табыс тауып жүрген маманмын. Қазіргі таңда болашақ ютуберлерге 0-ден канал ашуды, табысты болуды үйретемін. Менің басқалардан ерекшелігім, канал ашқаннан бастап Каспиге ақша түскенге дейінгі аралықтың бәрін көрсететін болам. Ашық, еш жасырмайым, қайсы дұрыс, қайсы бұрыс, солардың бәрін айтатын болам. Енді қараңыз, мынау расчетный доход не екенін түсінбей жатсаңыздар, мынау менің 3 айлық табысым. Осы 3 айда түскен ақша міне 2.261.271 теңге түскен екен. Тамаша, енді үйде отырып ютубтан бұл ақша мен үшін өте көп. Сіздер үшін де өте көп. Енді жалғастырайық, курсқа көшейік. Ютубер болмас бұрын міндетті түрде жасау керек 4 нәрсе. Ең біріншісі ол аккаунт ашу. Ең бірінші әрине аккаунт ашу. Дұрыс аккаунт болмаса, дұрыс ютуб каналыңыз болмаса, ютубты вообще жоламай қойыңыз. Шын айтайын да. Қазір қаптап кетті, ойбай анадан оқы, мынадан оқы, дұрыстап аш, андай қылып аш, мынандай қылып аш деп та. Негізі нақты ашатын нәрсе, дұрыс шынайы нөміріңізді тіркеп, gmail.com'ды жазып, дұрыс пароль жазып, есте сақтайтын парольдар жазып, әдемі жаңағындай логиндеріңізді жазып қою да, и ашу. Аутентификация жасау, сосын YouTube канал ашуда ешқандай қиындығы жоқ. Әркімнің сөзіне сеніп қалып, әртүрлі канал ашып, ертең дамығаннан кейін жоғалып кетіп, ондай артық нәрсе болмау қажет. Екіншісі ол ниша таңдау. Әрине, ютубқа вообще жоламастан бұрын ең бірінші ниша таңдағандарыңыз дұрыс. Ниша деген не ол жалпы мамандықта, мысалға. Мен мысалға өзім қазіргі таңда 3 әншімен жұмыс жасап жатырмын. Яғни 3 әншінің каналдарын жүргізіп, соларды процентке келісіп, конкретно айына бәленбай 1000 теңге түсіп, соларды бөлісіп алатын боламыз. Ал ниша деген не мысалға? Кейбіреулер тамақ түсіреді, кейбіреулер машина жөндейді, кейбіреулер андай машинаны таныстырады, бағаларымен таныстырады да. Вот нақты ниша таңдап, сонымен уже конкретно до конца айналысып, монетизацияға жеткізіп, сонымен ақша табу. Үшіншісі аудиторияны анықтау. Жалпы аудитория деген не нәрсе? Мысалға сізде бір канал бар да, тамақ түсіретін да, кірең әйелдер көреді да. Соған мысалға сіз оны машина жөндеп жатқан видеоны салатын болсаңыз, уже әйелдерге қызық емес та. Сөйтіп актив полный құлайды. Ең бірінші сіз аудиторияны дұрыс анықтайсыз. Содан кейін соған байланысты ерлер көре ма, әйелдер көре ма, соған қызықты қылып видео түсіретін боласыз.
Төртіншісі алгоритмнің негізін түсіну. Алгоритм деген не нәрсе жалпы, осы сұрақ қой. Негізі YouTube қиын емес. Дұрыстап канал ашасыз, дұрыстап YouTube канал ашасыз, атын қоясыз, обложкаларын реттейсіз, видео саласыз, 1000 подписчик 4 сатқа жеткізесіз, неше таңдайсыз. Жалпы алгоритмін дұрыс түсінсеңіз, тез уақыттың ішінде ақша табуға болады. Дұрыс YouTube канал ашу, аудиторияны тани білу, нишаны таңдау, бұл осы YouTube канал ашудағы ең маңызды екі құралдар. Егер осыны екі нәрсені білмесеңіздер, шын айтайын, қиынырақ болады. YouTube'тың ережелерімен танысу. Енді ережелері, қандай ережелері бар? Осы туралы айтып кетейін. Авторский право. Мысалға мынандай, көбінесе қазір адамдар Инстаграмдағы, ТикТоктағы видеолардың бәрін YouTube'қа салып жатыр да. Монетизацияға жеткізеді, 1000 подписчик 4 сағат жинайды. Соңында авторский право болып отключен береді. Бұның себебі неде? Себебі сіз біреудің видеосын, біреудің музыкасын, біреудің түрін, біреудің сөйлеген сөзін қолданасыз да. Бұл YouTube авторский правода, бұл үлкен платформа, сенесіздер ме? Ақша төлейді кәдімгідей сіздерге де. Бұл TikTok, Instagram сияқты емес. Сол үшін YouTube'ға конкретно басты бұрып қарау қажет та. Қолдан келгенше өздеріңіз телефонмен түсіріп, өздеріңіз видео монтаждап, соны салғандарыңыз дұрыс. Қатаң ережелері осы авторский право, біреудің музыкасын салуға болмайды рұқсатсыз. Жалпы осы қатаң ережелері. Алдағы уақытта тағы да таныстыратын боламын. Үшіншісі. Достар, енді жалпы бірінші сабақтың соңына да жетіп қалдық. Енді нақты айтатын нәрсе, сіз күніге YouTube арқылы 20 000 теңге табыс тапқанын қалайсыз ба? Әрине, любой адам үйде отырып та, қара жұмыс істемейсіз, грузчик болмайсыз, официант болмайсыз. Басқа жақта жұмыс істемейсіз да, просто үйде отырып ноутбуктың алдында немесе телефонның алдында конкретно кәсіпорныңызға 20 000 теңге түседі. Қалай жалпы? Әрине бұл жұмысты бәрі қалайды да. Енді YouTube туралы тегін мини курсының бірінші сабағы бітті. До конца көрген кісілер үшін өте көп рахмет. Енді екінші сабаққа доступ алу үшін міне Алиш Накнави деген менің Instagram парақшам. Осы Instagram парақшаға кіріп, дайректіне 12 деп жазыңыз. Міне осы Instagram парақша, қараңыздар, логиніне осылай поискқа еще достар. Құпия сан 12 деген құпия санды жазатын болсаңыз, сізге екінші сабақ автоматически баратын болады. Так, достар, осылай.